Қайырлы күн, құрметті мұғалімдер. Бүгін мен сіздерге бір ғана платформаның көмегімен сабақ жоспарын тест жасауды және де деңгейлі тапсырма жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге Magic School сайтына кіреміз. Googleға Magic School деп жазамыз. Мұнда тіркелу үшін Sign up free-ді басамыз. Менде бұл сайтқа тіркелгеннен кейін автоматом шығады. Мұны Фариза Сартова деп пошагово тіркелесіздер. Бұл жақта екеу болады, для учителей и для студентов дегенді. Біз для учителей деген таңдаймыз инструменты. Осы жақта қарап отырсаңыздар, генератор рабочих листов, обратная связь по письму, план урока деген секілді неше түрлі жасауға болады, иә. Бізге енді план урока жасап көреміз. Мына жерде университет, школ деп таңдаймыз. Мен колледжде жұмыс жасағандықтан біз университет деп таңдаймын. Python кітапханаларымен жұмыс деп жазамыз тема стандартқа. Дополнительный критерийға міндетті түрде қазақша болсын деп жазамыз. Қазақша сабақ жоспарын жасап беру үшін. Генерация жасалынады, и мұнда бізге дайын сабақ жоспарын жасап береді. Бұл сабақ жоспарын біз өкінішке орай көшіре алмаймыз, тек қана ана жақта копировать етіп, жағы еге саламыз Word-ға. Мінекей, копировать етіп, уже Word-ға саласыздар. Одан кейін қайтадан инструменты для учителяға кіріп, мына жақта біз енді тест жасап көрейік. Яғни тест жасау үшін де мұнда 5, 10, 15 сұраққа дейін жасауға болады. Біз 15 сұрақ таңдайық. Қайтадан сол тақырыпта жазамыз. Python кітапханаларымен жұмыс деп тестін, яғни тақырыбын жазамыз. Болмаса Pythonның бір бөлімін жазсаңыздар болады, жалпы Python деп жазсаңыздар болады. И бізде мұнда генерацияда 15 сұрақтан тұратын 4 жауабы бар. Бізге тест жасап береді, 5 жауабы бар, тест жасап береді. И ең соңында еще бұның несі болады? Ответтары болады, мұны жеке оны көшіріп алсаңыздар болады. Одан кейін мына жақта деңгейлі тапсырма беруге болады. Яғни бұл бізде док дегенді таңдаймыз. Мына жақта вопросы док деп тұр ғой. Вопросы док таңдаймыз. Тағы да тақырып жазамыз мына жаққа. Python кітапханалармен жұмыс деп. Бұны көбінесе жаңағы бұл сұрақтарды кері байланысқа алсаңыздар болады. Болмаса үй жұмысына берсеңіздер болады. Қазақша жасап бер деп жазамыз. Бізді жаңағы түсіну үшін платформа. И мына жақта сұрақтар береді. Док деңгейіміз, яғни деңгей бойынша сұрақтар береді. Бірінші еске алу, классификация, бағалау, стратегиялық ойлау деген деңгей бойынша бізге тапсырмаларды, яғни сұрақтарды дайындап береді. Осыны көшіріп алып, кез келген жаңағы кері байланыстарыңызға, болмаса бекіту тапсырмасына сабақ жоспарларыңызға қоя бересіздер. Осындай Magic School платформасының өте мүмкіншіліктері өте көп. Бір сайтта отырып, жаңағы ссылкада жасауға болады, группаға да бөлуге болады балаларды, иә. Тесті жасауға болады, анализді жасауға болады. Өте ыңғайлы, тиімді.